Бүгін Нұрордада теннис, шахмат және тоғызқұмалақтан республикалық спартакиада өтіп жатыр. Бұл спартакиадаға республикадан барлық қалаларынан 100-ден астам оқушы қатысып жатыр. Бүгінгі мұнау Қазақ-түрік лицей оқушылар арасында ұйымдастырып отырған спартакиадамыз Қазақстан 2020 бағдарламасы аясында жүзеге асырылып отырған іс-шара. Республика бойынша Қазақ-түрік лицей оқушылар арасынан спорттың 3 түрі бойынша атап айтқанда тоғызқұмалақ, шахмат, үстел теннисінен 100-ден аса бала келіп қатысып отыр осы жарысқа. Бүгін балалар жоғары дайындықпен келген, тәуелсіз ел тірегі білімді ұрпақ демекші. Білімді ұрпақпен қатар біздің мақсатымыз ел тірегі болатын азаматтарымыздың әрі білімді, әрі жаңағы дені сау болғанын қалай отырып, осы жарысты КТЭП халықаралық қоғамдық қоры ұйымдастырып келеді. Бұның алдында да өздеріңіз білетіндей футбол жарысынан КТЭЛ оқушылар арасындағы чемпионат ұйымдастырған болатынбыз. Және бұдан кейін де біз Қазақстан барысынан, яғни қазақ күресінен Қазақ-түрік лицей оқушылар арасындағы чемпионатты ұйымдастырғалы отырмыз. Жалпы Қазақ-түрік лицейлерінің оқушылары дені сау, әрі мықты, әрі білімді болып өссін деген тілектеспіз саған. Жарыс тамаша деңгейде өткізіліп, ұйымдастырып жатыр. Қазір таңда барлық Қазақстан өңірінен жарысқа қатысушылар келді. Енді жеребе өтіп, қазір жарыс басталып кетті. Жарыстың ұйымдастырылуы өте жоғары деңгейде болып тұр. Қазір өзіміз көріп, соның бағасын өте жақсы деп беріп жатыр. Енді алдағы тағы жарыстарға атсалысамыз. Осы күрес жарысы болашақта келатыр. Осы айдың аяғында соғында қатысамыз деп үміттенеміз. Меня зовут Легена Валия, я из Астаны КТЭЛа. Здесь, пришли, соревнования очень хорошо проходят, открытие очень красивое было. Спорттық жарысты ұйымдастырудағы басты мақсат 2011-2015 жылдарға арналған Саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасына сәйкес Қазақстан азаматтарының денсаулығын жақсарту. Сондай-ақ, жастардың дамуына жеке тұлға болып қалыптасуында оқушы және мұғалім арасында сыйластық, ұйымшылдық, қарым-қатынасты нығайту болып табылады. Мне недавно объявили об этом соревновании, и я очень сильно хотела сыграть. И я заняла первое место, я очень рада. Я считаю, что нужно побольше делать таких соревнований, чтобы КТЭЛы сплочались, вместе собирались. Мне очень понравилось, я очень рада, было весело. Әрбір сайыс жеңімпаздары мен жүлдегерлері бірінші, екінші, үшінші дәрежелі дипломдармен және бағалы сыйлықтарымен табысталады.